арасында «Между небом и землей» фильмін түсіру болды. Бұл оны бүкіл Түркияға танымал етті. Жобада Бирже Хавва есімді кейіпкерді ойнады. Әпкесімен бірге ол махаббат үшбұрышына түседі. Сюжеттің шиеленіскен бұрылыстарын жүздеген мың түрік көрермендері бақылап отырды. Ақылайдың ойын сыншылар да мақтап, оның экранда күшті және ынталы әйелдің бейнесін көрсете алғанын атап өтті. Бірінші маусымнан кейін актрисаға жұмыс туралы жаңа ұсыныстар түсті. 2013 пен 2016 жылға дейін ол «Мен оны қатты жақсы көрдім», «Кішкентай бастық», «Жынды орманшы», «Өмір кейде әдемі» сияқты фильмдер мен сериалдарда ойнады. Бирже Ақылай «Ақылсыз орманшы» фильмінде және 2017 жылы тағы бір маңызды жоба шықты. Ол тек Түркияда ғана емес, халықаралық деңгейде танымал болған «Қара және ақ махаббат» телехикаясында ойнады. Онымен бірге драмалық экшн фильмде Ибрагим Челикол мен Мухаммед Узунер ойнады. Сюжетте кейіпкер Ақылай қарақшылар кепілге алатын дәрігер ретінде пайда болды. Сериалдағы рөл үшін Бирже бірнеше түрік кино сыйлықтарымен марапатталды. Сонымен қатар сұранысқа ие жұлдыз мәртебесіне ие болды. Осыдан кейін актриса біраз уақыт экрандардан жоғалып кетті. Ол Халич университетіне сабақ берді және музыкалық шоудың қазылар алқасында болды. 2020 жылы актриса теледидар экрандарына «Вавилон» жобасындағы рөлімен оралды. Сонымен қатар сыншылар мен көрермендердің оң реакциясына ие болды. Бирже Ақылайдың жеке өмірі кинодағы мансабы Биржеға романтикалық таныстар әкелді. «Аспан мен жер арасында» жобасында ол серіктесі, түрік актері Мурат Юналмышпен романтикалық қарым-қатынас орнатты. Олар 2011 жылы үйленді, ал 2013 жылы бұл әдемі жұп ажырасып кетті. Бір жылдан кейін «Кішкентай бастық» телехикаясының түсірілімінде Ақылай актер Сарп Левендоглумен кездесті және ізбасарларын таң қалдырып, бірнеше айдан кейін оған тұрмысқа шықты. Олар іс-шараларға бірге қатысып, әлеуметтік желілерде бірге өмір сүру идиллиясын көрсетті. Алайда 2017 жылы Бирже мен Сарптың арасында ажырасады деген қауесет белгілі болды. Бирже Ақылай мен Сарп Левендоглудың ажырасу себебін күйеуі отбасында балалармен толыққанын қалайтындығын, ал танымалдығы тек Түркиямен шектелмеген Ақылай ұзақ мансаптық үзіліс алғысы келмейтіндігін айтты. Жанжалдар араларын алыстатты. Стамбулдағы түсірілімде Бирже қолы бос емес кезде күйеуі демалыс ұйымдастыруға шешім қабылдаған. Бирже оған бара алмаған. Кейін курортта баспасөз оның күйеуінің басқа елмен құшақтасып жатқанын байқады. Ақылай күйеуінің өзіне опасыздық жасағанын кешірмеді және олардың некелері бұзылды. Құстардың ұшуы сериясының премьерасынан кейін Бирженің Ибрагим Челиколмен қарым-қатынасы туралы қауесет тарады. Бұл актер жұбайымен ажырасқаннан кейін ғана күшейе түсті. Актриса бұл әңгімеге түсініктеме бермеді. Ибрагиммен бұрыннан келе жатқан достық туралы мәлімдеді. Оның үстіне ол